Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен қыстың қамын жаз ойла дегендей қысқа дайындықтың бір үлгісі ретінде, лайфхак, жақсы бір идея ретінде осы помидорларды түрлі қалыптарда қатырудың жолдарын және оны сақтап қою жолдарымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай бөліктерінен ажыратып тазалап бөліп алатын боламыз. Міне барлығын осылай бөліп дайындап алдық. Енді аздап мен болгарский, яғни тәтті бұрыштан қосып жібердім. Ол енді әркімнің өз қалауы бойынша, тек қана помидорды пайдалансаңыз да, басқа да тәтті бұрыш, немесе укроп, петрушка, басқа да өз қалауыңыз бойынша дайындап қоюларыңызға болады. Мен осы помидор мен тәтті бұрышты пайдаландым. Блендермен осылай жақсылап блендерлеп алдым. Міне 2 бөліп блендерлеп алған болатынмын. Міне барлығын осылай құйып алдық және үйіңіздегі бар қалыптарды пайдаланып, міне осылай құйып алсаңыздар болады. Және бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке салып қоятын боламыз. Қатқанша морозильникте сақтайтын боламыз. Мен осындай қалыпқа құйдым және де осы кекстің қалыптарына да құйып дайындап алдым. Міне үйіңізде қандай қалыптар бар, кішкентай кекстің қалыптары, жаңағыдай шоколад құятын қалыптар, кез келген қалыптарыңызға осылай құйып барлығын дайындап алсаңыздар, қатырып алсаңыздар өте керемет және сақтауға да өте ыңғайлы, қолданғанға да өте ыңғайлы екен. Мінекей менде қатып дайын болды. Енді барлығын ажыратып, міне силиконды осындай қалыптардың бір жақсысы өте оңай алынатын болады. Міне осындай силиконды қалыптарға барлығын қатырып алдық және осындай пленкаларға салып, аузы жақсы жабылатын осындай пленкаларға салып қатырып қойсаңыздар, сақтап қоюға өте ыңғайлы. Міне бірнеше түрін мен осылай жасап алдым. Сіздерге де кеңес етемін, осылай жасасаңыздар өте ыңғайлы, кез келген уақытта алып тамаққа салып жесеңіз, немесе осы шакшука деген тағам бар, таңғы астарға да осы соның ішінде шакшукаға пайдалануға өте ыңғайлы екен. Немесе кез келген басқа тағамдардың түріне пайдалансаңыз да жарай береді. Міне осылай барлығын салып, аузын мықтылап жауып, морозильникке сақтап қойсаңыздар өте керемет. Және де осы мороженыйдың қалыптарына да салып қатырып алған болатын. Мінекей достар, міне барлығын осылай дайындап алдым. Міне морозильникке салғанға да, кейінде тамаққа қолданғанға да өте жақсы екен. Жасап көріңіздер. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.